Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге 5-ші курсты бітірейін деп жатырған аяулым. Мен әр жыл сайын негізі видео түсіремін. 1-ші курс қалай болды, 2-ші курс қалай болды, 3-ші, 4-ші, енді міне 5-ші курсты да түсіріп жатырған жағдайым бар. Всегда андай соңына қарай түсіремін осы видеоны. Бастап кезінде ожидание реальности деген сияқты жасап көру керек. Надеюсь, оны 6-ші курста жасап көруге. Алда жетес ең соңғы жыл бакалаврдың өте қатты қуаныштымын бітірейін деп жатырғаныма. Осы жылы еще диплом аламыз, гос тапсырамыз. Солай, осы жылғы циклдарды, яғни қандай сабақтар болады, қандай сабақтарды өттік, қандай сабақтардан сессия тапсырдық. Қазір барлығымыз білеміз, уже медицинада оқитын студенттерде 2 семестр бар. Бірінші, екінші семестр, қазір бірінші болған семестрді айтып шығайық. Ең бірінші бізде қандай сабақтар болып өтті бірінші семестрда? Миымыз свежий кезде и андай болады бір қиын апалар түсіп басында сұмдық сабақ сұрап, ал вот екінші семестр сабақтарымыз ауысқан кезде ол именно сол апайымыз никогда сұрамай қояды басқалардан, бізге қатал болып келеді и бізден басқа группаға түскендерге өте жуас болады почему-то. Оның бір жағында жақсы, бір жағынан да жаман нелері бар шы, нәтижелері бар. Бізде ең бірінші сабақтар дерматоневрология болды. Көбінде бұл сабақтарда циклмен өттік и ар кезде ең көп 2 апта ғана оқыдық. Только 2 апта болады, 2 аптадан кейін басқа циклға өтеді, жақсы бар ғой. Бірақ бірінші группа болғаннан кейін өте көп сабақтар болды, ал екінші группа болған кезде бізде өте аз сабақтар болды. Бір-ақ сессия тапсырамыз осы жылы. Ал бірінші семестр кезінде біз даже 6-7 сессия тапсырдық. Еще оның өзінде ауызшасы бар и жазбаша жаңағы тест түрінде тапсыратынымыз бар. И вот бірінші бізде ең маңызды бір дивизотчет бар. Дерматоневрология, реаниматология және фтизиатрия. Осы үшеуі қосылып бір баған шығарады. Яғни баған итоговый оценкасына қойылатын осы 3 пән болды. Дерматоневрология бір апта болады. Өте қатал апай түсіп айта алмаймын, нормально апай түсті. Бірақ тапсырған 2 сессиям, рубежкамыз, ол біздің как будто бір сессия бар ғой, сессия тапсырып жатырмыз. Хотя 3 тақырып қана өттік енді, мысалы бір аптада. Үшеуінде 3 тақырып өтеді, одан кейін үшіншісінде уже тағы екінші екі басталып тұрады ғой. И вот тұрамыз, хотя 3-ақ тақырып, біз қорқып 3 тақырыпта ана апайды кәдімгідей сессия тастағанда жеке кіріңіздер, мындайды тапсырасыңдар деп тұрамыз да тапсырып алып тастаймыз. Әлі есімде Райымбек елуде болды ғой деймін, апайымның аты кішкене болды. Сөйтіп тапсырамыз, каждыйымыз кіріп, сен қанша алдың, ол апайдың минимум қойғаны 75 болды, ал максимум қойғаны 85 болды. Солай бір аптамыз өте қызықты өтті. Күнде конспекті, сабақ айту, презентация жасадық. Вот бізге солай сұрайтын апай түсіп қалды сол моментте. Ал вот келесі семестрда осы екінші группаға біз ауысқан кезде, екінші семестрда сол апай вообще өзгеріп кеткен. Содан кейін бізде онкология болды. Онкология тоже самый бір апта болды. Осы Абаян бойындағы онкологический центрде болды. Өте жақсы, общагамыздың жанында болды. Таңертең тұрасың и барасың. И ол кісіде өте күшті ағай түсті. Профессор ағай. Мен түрін точно білем, бірақ атын ұмытып қалдым. Өкінішке орай. Бір жаман жерім, менің ешқандай түрін бәрін жаттап алғам, бірақ именно аты жөндерін никак жаттамаймын бар ғой, шын істейтінім. Сөйтіп ағай берді, ол ағайма прям күшті үйретті бізге. Қандай болады, что почем сабақ 8-ден 12-ге дейін или 12:30-ға дейін болды всегда бізде. И потом оны тапсырамыз. Оны ағайдың операция жасағандарын, қалай анықтағандарын, қалай жас кезінде қалай жасады, бізге бағыт-бағдар берсе, қай жаққа қарай кетейін деп жатсыңдар, әлде де ойланыңдар деген сияқты. Вот жақын жерде болды, плюсы және онкологический центрда біз ішін көріп, практика жасап көрдік. Онкология тоже бір апта болды. Негізінде кейбір сабақтар бір апта болғаннан кейін, иногда даже 5-ақ күнде болып қалады. Вот видно, что өте тез кетеді и не успеем ничего үйренуге бар ғой. Сол үшін сәл более-менее нормально практика алдық деп болады. И біз 6-ші курстардан сұраймыз, олар айтады, что сендердің болды дальше ары қарай болатын сабақтарының барлығы осындай болады сендерде дейді. Сендер сабақ өтасыңдар, практиканы сендер өздерің үшін жинайсыңдар дейді. Сонда біз 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші курстарда өліп оқығанымыз, ол уже 5-ші курста не надо, ничего. Короче, өздеріне келе жатқанда үйренесіңдер, сендерден ешкім салмайды да сабақты. Осылай болды. Сосын ойланып қалдым, осылай оңай бір апта 5 күн туғанда барамыз, тобында барамыз, еще өте алыс жерлер түскен вообще обидно. Күнде таңертең 8-ден мысалы Ақсайға барудың өзі мысалы. Общагадағылар біледі, что Ақсайдағы больницаға біз 6-да тұрып барамыз. Неге екенін 8-ге кешікпеу керек. И медициналық құқық бұл универдің өзінде болды. Универде ма? Короче, бізде 2 сабақ бар. 2 семестр оқытсам, біреуі медқұқық, біреуі честность қой. И честность бізде қайда болды? Так. Желтоқсанда болды. Я бұл медқұқықты біз универде болды ғой деймін. Даже не помню, бұл 5-ақ күн болды ма, сондай уже. Сондай коммуникация бірдеңе сияқты болып өтіп кетті. Пациентпен жаңағындай
и өттік, бұл оңай болды. И неотложка, вот 5-ші курстағы бірінші семестрдегі ең қызық сабақтардың бірі маған скорыйдың темасы болды. Неотложка барамыз и скорыйда жүреміз. Ағайымыз вообще супер ағай болды. Молодец ағай, прям бізге бәрін үйретті ғой. Сендер любой наоборот отырыңдар, сендерге любой бәрін түсіндіреді. Қай жерде қалай қолданасың, қай жерде неге бару керек, қандай ситуацияда қай больницаға барасың деген сияқты барлығын үйретті ғой. Суперский ағай, топ. Өкінішке орай мен ол кісілердің аттарын білмеймін сөйтіп. Бірақ мен ол кісілердің түрін көрсем сразу амандасып сөйтіп. Жарышта может есіме түссе айтып қалармын. Сөйтіп сондай бір күшті ағай берді. 2 апта болды бұл сабақ. Жақсы болды бір жағынан. Бұл ескі заведениеде болшы. Бұл заведениені бір апта сол жерде жүрдік. Екінші аптасында кіші Алматы пруд деген жер бар. Сол жақта болшы. Сол жақта жүрдік. Ана жақта уже ремонт жасаймыз деді. Кейін екінші тағы бір станцияға бардық. Сол станцияда жүрдік тоже. Өте қызық болды. Вот скорыйда жүрген кезде скорыйдың жұмысы оңай емес екенін көресің. Всегда жолда жүреді. Сен тамақ ішесің, бал жақта ішпейсің ба, қайтадан сен станцияға келесің ба, келмейсің ба, может вообще кешке қарай келесің. Өте андай күшігерді қажет ететін жұмыс екен. Неотложка вот сонысымен қызық болды. Еще оның ішінде мынандай болады, лечебный машинаға отыратын болады, яғни бір ситуация болып қалды ма, жаңағы авария болып қалады, сондай бір тағы өте қиын жағдайларда лечебный деген бір машина болады екен. И олар всегда дайын тұрады. Всегда. Неотложка бізде солай қызықты өтті 2 аптада. И неврология. Вот неврология бізге заведующий түсті. Айырды бәрімізді. Сен айтайын, жоқ айырған жоқ, нормально. Просто бізде 7-ші больницада болды и заведующий түсті. Ол кісі прям жесткий біледі ғой. Неврология енді өзіне салса, содан кейін ол заведующий болып отырған сияқты. Неврологиядан білмейтін нәрсесі жоқ сияқты ол кісінің. Бардық, келе салысымен қандай анатомиядан бастап бізге анатомиясын, физиологиясын, патологическийін сұрады, қалай почему болады, не істейсіздер, қандай симптомдар, бәрін өте до сұрады ол кісі. И сұрайды, білмей қалады. Так, мына жерде мынандай білмейсіңдер, мынандай тез сызып өзі көрсетіп үйретіп тастайды. Прям ол кісі өте күшті болды. Мен ол кісінің атын не знаю, өте күшті кісі болды, бірақ вот мен ойлаймын ертең врач боламын. Апай, Катя бүйте саласыз ба, маған ұрсады. Өйткені все-таки медицинада аты жөнмен, фамилиясымен шақырып айту керек та. Апай, Катя деп айтуға болмайды. Енді ондай қарапайымдылық емес, енді точнее элегантностьтың көрсету үшін айтатын шығар енді. До сих пор үйрене алмай жүрмін, сондай атымен, фамилиясымен айтуға придется үйренуге. Вот неврологиядан солай болды. То же самое бір апта ма болды бұл. Жоқ, неврология 2 апта болды бізде, иә. И ол да бір қызық сұрақтар болды. И біз сол кезде Паркинсон ауруын көрдік. Күнде таңертең жаңағыдай тексерістер болады. Врачтың барлығы шығарып шығады. Потом сол жердегі қарайтын врачтармен бірге жүрдік. И маған сол жерде қатты есімде қалған сол Паркинсон ауруы болды. Прям белгілері жүріс тұрысынан, бет әлпетінен. Вот сол кезде оқыған теорияңды сен көзбе-көз көресің. Вот сол ғана, точнее, неврологияда енді көп аурулардың андай байқай бермейсің, да, Паркинсонда точно көрдім мен сол кезде. Вот сол қызық болды. Одан кейін психиатрия. Бұл бір апта болды. Бұл өте тез өтіп кетті еще. Осы бір ағайды білем, Шаяхметов деген кісі берді. Өйткені ол кісі бізге өзінің кітабын подарила. Көп рахмет. Сол психиатриядан өте қызық болды. Осы менің бойымда болды ғой деймін, Баянның бойында ма болды. Тоже психологиядағы ең қызықты бір ауыр көріністер әйел адамдар, жас қыздарды сол жерде көру болды. Жас қыздар да өте көп болды ол жерде емделіп жүргендер, сол жерде жатып емделгендер, депрессияға түсіп кеткендер, ол жерде өте көп болды. Чем ер адамдарға қарағанда өте обидно болды. И кәдімгідей видно, что олар кішкене сауығып кетуіне андай кішкене мүмкіндік аздау екенін көресің. Бюджетің алып кетеді кішкене. Вот мен психиатриядан кішкене настроением түсті. Хирургия сабағында бізде университетте болды, точнее симцентрда болды. Қазір ауысып кетті симцентр. Осы универдің жанындағы аудиторияда болып жатыр. И бізге бір ағай берді, то же самое, и ол ағай бізге презентация жасатып күнде қандай мамандық болатындарымызды сұрап, сол бағытқа қарай реферат жасауымызды айтты. Соны жасап, барып тоже бір апта хирургия солай өтіп кетті. Күнде сабақ айтамыз, презентация қорғаймыз, сондай болды. По сути, қатты ұстамайды баяғыдай. Мысалға 3-ші курстағы өтетін хирургияға қарағанда 5-ші курста оқитын хирургияға бізге ол кезде ұрсады, ал мына моментте никак ұрыспайды ше. Қарап тұрады, түсіндіріп жатасың, дейді, арасында бір-екі сұрақ қойып болды. Ал вот 3-ші курста айтатын кезде сұрақ қояды ғой, ал ол жерде ондай емес та. И бізде реаниматология болды бір апта. То же самое бір больницада болды, Алматының бір шеткі бөлімінде. Ну енді точно бізді кіргізген жоқ, өйткені реанимацияға көп адамдар кіргізілмейді ғой, тем более студент кіргізбейді. И біз басқа бір отделенияларға бөліп берді, сол отделенияларда жүрдік. Одан кейін фтизиатрияда кірмодың апай берді бізге. Салыстырып отырады, Свиньярскінің студенттері и Кірмодың студенттері деген. Бізде фтизиатриядан бір больница бар, сол жаққа бардық. И сабақ сұрады, дәрілерді. Ол кісіде өте до сұрады бізден прям до конца. Сендер фтизиатрия маманы болмасаңдар да, вы должны это знать деп бүкіл жататқызды. Мен қазірге дейін сол есімде қалай өткенде тақтаға сызып, жазып, конспект, сабақ сұрап тұрып кәдімгідей. Жақсы өтті негізі сабақтар. Одан кейін бізде инфекционка, как обычно, инфекционный центрде, Алматыда негізі инфекционный центрлер көп.
қай жерде екенін тоже ұмытып қалдым. И олды да бардық, каждый отделенияларға бөліп береді, и солай жүрдік. Ну особо бұл жылы біз теориядан қараған кезде практикада көбірек жүрдік. Кішкене больницалардың ішімен танысып, почем қай жерде жүреміз, жаңағыдай анамнездерді жинау деген сияқты. Біз бәріміз келгеннен кейін сразу бізден сұрайды, не істедіңдер бүгін, қалай жасадыңдар, қандай бір қызықты пациент болды ма деген сияқты нәрселерді сұрады. И сол жағынан қызық өтті бірінші семестр. И бізде сессиясы вот салам алейкум деген болды. Вот сессиясында бірінші неотложканы айтайын. Ауызша тест болады. Неотложканың ауызшасында негізінде нақты кейбіреулерге өзінің апайы берді, бірақ бізге симцентрға келіп ОКС-тан тапсырамыз, жараны өңдеу, ЖКС кезінде ауру сезімін басу, сыртқы қан кетуді тоқтату, жүрек өкпе реанимациясы, СЛР и иммобилизацияны өттік. И сол тақырыптардың біреуі келеді саған. Маған ОКС келді. И өзі ОКС-қа бір бөлек мұғалім қарайды екен. Осы үшеу, алтау, жетеу, и 7 мұғалім отырады 7 кабинетте. Біреу тек қана ОКС-ке жаңағындай тексереді, біреу тек қана СЛР-ді, біреу тек қана қан тоқтатуды, сол сияқты бөлді. И бізде бір ағай болды. Мен одан 95 па сондай алып шықтым. По сути оңай. Негізі бар заттардың бәрін жаттап, сол кезде не жасаймын деген сияқты заттардың бәрін біліп алсаң оңай. Өтіп кетуге болады одан. Ең төмен негізі бізде 85-6, қалған барлығы жоғары. 100-де ешкім алмады. Бәрі 95-мен бітті. И неврология ауызша болды. Бұны өзіміздің апайымызға тапсырдық. Кәдімгідей ситуационный есеп болды. Ол есепте тақырып, сол оқыған тақырыптарымыз, по сути, ондай бір қиын деген болмады, бәрі оңай болды. Так, бұның тесті де болды, неотложканың да тесті бар, кстати. И фтизиатрия, бұл жазбаша болды, бұны өзіміздің сабақ бітті, сабақ біткеннен кейін біз рубежканы тапсырып тастадық ауызша, одан кейін сразу артынша экзамен алдық. Экзамен бізде жазбаша болды. И ол кезде ситуационный болды. 3 сұраққа ма сондай жауап беру керек болды. Біріншісінде жаңағыдай анықтамасын бересің, екіншісінде рентгенде не көріп берсің, үшіншісінде емінде қандай ем қолданасың деген болды. Мен солай жазып өтіп кеттік. Психиатрияда жазбаша болды экзамені. Ол кезде біз тоже жазбашамен ситуационка болды ғой деймін. Ода только 5 сұрақ болды. Сөйтіп оны жазып бердік. Сразу бағасын айтып тастады сол жерде. Ең бір жақсы жері неврология, психология екеуіне бірігіп бір тест келді. Неотложкадан бөлек тест келеді, инфекциядан бөлек тест, фтизиатрия бөлек. Только психология мен неврология ғана екеуі бірігіп сол тест келді. Қалған бәрі супер болды. И вот біздің бірінші семестр осылай өтті. Ал екінші семестр вот ең қызық семестрлердің бірі болды. Әлі бұның сессиясын тапсырған жоқпыз, енді тапсырамыз. Вот бізде ВОП деген сабақ болды. ВОП бізде 2 аптаға или 2 жарым аптаға созылды ғой деймін. Бұл сабақта өте қызықты болды, ең қызықты сабақтардың бірі болды. И ВОПта біз қай жерге бармадық бұл сабақта. То мектепке бардық, еще қыстың күні ғой деймін. Қатты жаурап тұрмыз. Вообще свет жоқ 21 ғасыр болса да. И ол жерге ағай ол жер суық дегеннен басқа бір жаққа бардық. Сол жаққа барып әйтеуір әренгеде тауып адасып сондай бір қызықтар болды. Sonra презентация жасадық бұл кезде. Сабақ айттық, ағай сабақ айтып, не болатынын сұрап бірден айтып берді. Бақытыңызға қайырлы күн. Мен неге бір видеода 2 рет сөз жүрмін. Мынандай менде штучка, микрофоным жасамай қалып, менің бүкіл айтқан аудиоларымның барлығы өшіп кеткен. И қайтадан түсірдім, но мен қайта сөйлей бердім, и потом қарасам уже жасамай қалыпты. Придется енді ғана түсіріп отырмын осы видеоны. Бұл қай кез екенін айтайын, мен гос, сессия, бүкіл уже мен полный бітіп тастадым, мен қазір уже интернмін. И бірақ где-то сабақтың біткеніне, гостың біткеніне 1-2 ай или 2 жарым айдай болып қалды. Келген жеріне тоқтап кетейін. Бізде көп сабақтардың барлығы 1 апта ғана болып жүрді. Сол кезде АИГ болды. АИГда біз 6-шы ма больницада болды ғой деймін. Уже не помню қай жерлерде болғаны. 1 апта болғаннан кейін, как бы біз 4-ші курста қандай сабақтар болды? Мысалға фарма болды бізде, АИГ болды, детский болды, 4-ші курста комнавықтар, честность дегендер болды. Оларды барлығы почти 5-ші курста қайталанады, бірақ дәл солардың кішкене жетілдендірілген түрі. Мысалы 4-ші курста біз более анандай теориясын көбірек оқыдық, ал 5-ші курста көбінде практикасымен кесеміз. Дәл сол сияқты бізде АИГ болды 1 апта, детский болды 1 апта, комнавық болды 1 апта. Аллергология, 4-ші курста аллергология болмады ғой деймін. Аллергологияда өте қызық сабақтардың бірі, мен есімде қалып кетті. Өзі аллергологиядан республиканский бір больница болды. Тек қана сол жер ғана қабылдайды көбінде. И ол жердегі апайымыз өте мықты апай болды. Аллергологиядан бізден қалай механизмін, қалай подфизін, бүкілін бізге қандай дәрілер қолданатын, асқынуларын кәдімгідей біз отырмыз. Пациент қабылдайды. Қабылдатқан кезде қай сен сұраймын деген сияқты сұрап отырады.
и өте қызықты бір болды. Одан кейін фарма. Бұл жолғы фарма бізде Ақсайда болды. Ақсайдағы фармадан берген апайымыз өте кішкентай қызық апай болды. Обычно біз фарманы көбінде дәрілерді ғой, енді дәрілерді көбірек оқимыз ғой. Бұл жолы бізден басқаша сұрады. Обычно біз фармакологияда жүрген кезде бізде каждый отделениеға бөліп қандай дәрілерді қолданады екен, қанша уақыт қолданып жатыр екен сияқты соның барлығын сұрайды еді 4-ші курста. Ал вот 5-ші курста өйткен жоқ. Біз даже практикаға барған да жоқпыз. Бір кабинетте тұрамыз, бүкіл мысалға бір жаңағы ауруға қарсы препараттарды бөліп береді, қандай асқынуы, оның орнына қандай топқа кіреді, оның болмаса мынандай. Бұл жолы біз теорияны көбірек оқыдық фармадан. И ол кісі бізде бір ерекшелігі каждыйын бір-бірімен жаңағыдай бөліп қойып отырды. Сонысы қызық болды, сонысы мен есте қалды. Одан кейін біз барлық бірінші екі семестрдің сабақтарын айтып тастадық. Осыдан кейін ең соңғы сабағымыз бізде фармакология болды, сонымен бізде сабақ бітті бір аптадан болып. Сессияның уақыты уже 2 аптадан кейін болды. Сессиядан біз тек қана вебтан ғана тапсырдық бұл жолы. Негізінде оңай болды деп айта аламын, вебтің жаңағы нелері сессиясы. Неотложкадан келді тоже, и жаңағы аз бөлімдерден жаңағы нені бөліп тастаған сұрақтарын маған жазсаңыздар, мен сіздерге қандай жаңағы тест дайындалатын тест болады ғой, соны мен сіздерге жіберемін. Қатты вебтан қиналдым деп айта алмаймын. Вебтан бір где-то 900 сұрақ болды. Қазір бізде программа шыққан, ассистент деген, оны кәдімгідей 500 теңгеге жүктеп аласың, потом ассистенттің өзінің жаңағы файлы болады. Оны обычно кейбіреулер жасайды, немесе ассистенттің жаңағы программасын жақсы білетін студенттер негізінде жасайды ондай файл. И сол файлды ассистентке салып жібересің, кәдімгідей тестте отырған сияқты белгілеп солай жаттап өтіп кеттік. Ассистенттің файлдарының 900-ның барлығы менде бар. Есте қалсаңыздар маған жазыңыздар, мен сіздерге оны просто тегін менің видеомды қарағандарыңыз үшін ғана жібере аламын. Негізі қатты қиын болмайды. 5-ші курстың сессиялары, көбінде бірінші семестрда кішкене 5-6 сессия болып жаңағындай кішкене қиналатындарыңыз бар, ал в основном оңай болды. Көбінде осы 5-ші курста барлығы президентский стипендияға шығып, повышка алғандары да көп болды. Но именно біз, енді мен де алғым келді повышка, но жаңағыдай не болды бізде. Бірінші семестрда повышкаға ілінгендер ілініп кетті, екінші семестрда сен қанша 90 плюс қылып жапсаң да повышка бермейді екен. Біз бірінші семестрда кішкене қиналдық, ананы сұрады, мынаны сұрады, и тесттері көбінде жоқ болып, өйткені 6-7 сессия болды да, и бүкіл 90-ға жаба алмай қалғаным бар енді. Сонымен дальше вебта екінші семестр келген кезде бүкіл 90-ға жауып, все, мен повышка деген кезде жоқ, сендер повышка алмайсыңдар дейді. Неге екенін, не знаю, бір нәрсе деп в итоге айтқан жоқ. Сонымен екінші семестрде 90 плюске жапсам да повышка алмай қалғаным бар. Бірақ бірінші семестр оқығандар күшті болды. Бірақ сессия тапсырады, ол сессиядан да 90 плюс алса болды, и дальше повышка алып солай жеңілдетіп алды. Конечно, бұл енді грантта оқығандар үшін. Одан кейін біз осы сабақтардың барлығын, сессияның барлығын бітіргеннен кейін ровно 2 аптадан кейін, где-то бір 2-3 или 4 аптадай ма ГОСтың жаңағы тізімдер шыға бастады. Қай уақытта ауызшасын тапсырамыз, қай уақытта жаңағы тестін тапсырамыз. Бізде 4 аптадан кейін уже ауызшасын шығарып тастады. Кәдімгідей оған бір бөлек видео арнайын, соны қараңыздар. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.